Сәлем достар, бүгін сендер әлемнің ең қымбат топ 10 ойыншысын білетін боласыздар. Барлық мәліметтер KPMG аудиторлық компаниясының арнайы футбол бөлімі ұсынған рейтингтен алынған. KPMG әлемнің ең үздік аудиторлық компанияларының бірі. Ол әйгілі үлкен төрттікке кіреді. Олар Deloitte, Ernst & Young және де PricewaterhouseCoopers. Олардың жүргізген санағы бойынша Пари Сан-Жермендік дуэт Неймар мен Килиан Мбаппе әлемнің ең бағалы ойыншылары. Неймар тізімнің шыңын бастап келеді. Оның бағасы 229,1 миллион евро. Ал Мбаппе болса 215 миллион евроға бағаланып отыр. Барселоналық Лионель Месси үшінші орында 203,3 миллион евромен аяқтап отыр. Келесі топ 10 ойыншылар тізімін ағылшын премьер-лига ойыншылары алады. Оның бағасы 168,3 миллион евро. Бесінші орында Тоттенхэм форварды Харри Кейн 151,1 миллион евро. Алтыншы орында Челсилік Эден Азар. Эден Азардың бағасы 148,2 миллион евро. Манчестер Ситилік Кевин Де Брюйне 128,4 миллион евроға бағаланып отыр. Атлетико Мадридтің шабуылшысы Антуан Гризман 125,6 миллион евро. 9-шы орында Манчестер Юнайтедтің ойыншысы Пол Погба. Оның бағасы 119,3 миллион евро. Ондықты барселоналық Филиппе Каутиньо 118,2 миллион евромен аяқтап отыр. Бұл тізімде жоқтығымен көзге түсіп отырған Криштиано Роналдо 12-ші орында. Ол 107,3 миллион евроға бағаланған. Ақпанның 5-інде Роналдо 34 жасқа толады. Бәлкім осы фактор оның тізімнің соңында болуының себебі. ПСЖ-ның сапында әлемнің ең қымбат екі ойыншысы өнер көрсетуде. KPMG компаниясының ұсынған деректерге сүйенсек, Неймар мен Мбаппенің бағасы әлде қайда өскен. Оларды француз алпауыты кезінде 222 миллион және 180 миллион евроға сатып алған. Осы тізімде көптеген футболшылар туралы да соны айтуға болады. Мысалы, 2017 жылы Ливерпуль Салах үшін 38,5 миллион евро төлеген болатын. Алайда бір жыл бұрын Барселона Каутиньо үшін Ливерпульдің шотына 160,5 миллион евро төлеген. Бейнеролик ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше достар.